Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен Эльнура, бүгін сіздермен манты тағам дайындаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші қамырын жасаймыз. Қамырын сумен, тұзбен илеп аламыз. Одан кейін бетін жауып қоямыз. Одан кейін бізге тартылған ет қажет. Одан кейін пияз қажет. 4 дана пияз. Және де асқабақ қажет. Пиязымызды 4 бұрышты қылып, осылай турап аламыз. Тартылған етімізге пиязымызды осылай бірге қосамыз. Одан кейін асқабағымызды да 4 бұрышты қылып турап, барлығын салып, тұзын, қара бұрышын салып, барлығын араластырамыз. Одан кейін қамырын жақсылап жайып аламыз. Осылай барлық қамырды 4 бұрышты қылып кесіп шығамыз. Одан кейін барлық қамырымызға осылай салмаларымызды салып аламыз. Одан кейін барлық мантыларымызды осылай жақсылап түйеміз. Міне осылай барлық мантыларымызды жақсылап түйіп аламыз. Одан кейін қазанға су қайнатамыз. Су қайнаған кезде осылай барлық мантыларымызды мантываркаға осылай жақсылап орналастырып шығамыз. Одан кейін су қайнаған соң мантываркамызды қойып, астына қырнотта 45 минуттай пісіріп аламыз. 45 минуттан кейін біздің мантымыз дайын. Дәмі тіл үйіретін манты тағамымыз дайын. Егер де видеоны лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын.